Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін мен сіздерге 2016 жылы шыққан боевик пен фантастика жанрындағы «Призыв» фильмі жайлы қысқаша айтып беретін боламын. Әрине, лайк пен подписация кнопкаларын баса кетіңіздер, ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Фильмнің басында 8 танымал геймер биік ғимараттың үстіне жиналады. Олар ол жерде «Призыв» атты жаңа ойынды сынау үшін шақырылса керек. Бұл ойында бас жүлде $100,000. Бәрі бір жерге жиналған соң, робот олардың планшет арқылы ойынға тіркелулерін сұрайды, және де ендігіден бастап олар бір-бірін ойын никнеймі бойынша атаулары керек. Ойыншылар қозғалыста чек бар киімді үстеріне киіп, басқа бөлмеге барады. Келесі бөлмеде оларға сканер дайындап қойған екен. Ойыншылар кезек-кезек сканерге тұрып өздерінің никтарын атайды, сосын барып берік материалдан жасалған жилеттерін киеді. Тек осы жилет арқылы олар ойынды шынайы сезіне алады екен. Бір кезде Захид атты ойынша өзіне қойған никнейм ұнамай ойыннан бас тартпақшы болғанымен, шығатын есіктердің бәрі жабылып қалған көріп, ойынға амалсыздықтан қосылады. Бәрі бастарына шлемді кигенде ойын басталады. Ойыншылар айналадағы заттар ақырындап өзгере бастағанын байқайды, ал киген жилеттері әскери киімге айналып кетеді. Оларға бұның бәрі шынайы болып көрінгенімен, қару-жарақтан басқасының бәрі жалған екен. Бір кезде бөлмеге сержант кіріп келіп, бәрін сапқа тұрғызады. Ойыншылар көп ұзамай оның да виртуалды екенін түсінеді. Сержант әр қайсысына пистолет таратқанымен, шын өмірде оның бәрі пластмастан жасалған ойыншық болып шықты. Сержант ақырында бұларды атуға үйретеді, және де бірінші тиген оқ оларды жилетсіз қалдыратынын айтып, дәлел ретінде ойыншылардың біреуіне атады. Тиген оқ олардың жанын азайтатындықтан, сержанттың айтуы бойынша картада тек белгілі мөлшерде ғана аптечка бар. Ойыншылардың мақсаты зонадағы террористерді жою, және де көп ұпай жинаған ойыншыға берілетін сый $100,000 екенін ұмытпауы керек. Ойын басталысымен ойыншылар Андреның артынан ереді, себебі ол армияда шынайы соғыс операциясына қатысқан болып шықты. Бірінші этажда олар алғашқы террористі кезіктіреді. Андре оны бірінші өлтіріп, барлық ұпайлар соған жазылады. Ойыншылар черный выходтан қарсы шықпақшы болғанда, олар тоғыртып тұрған сымды көріп өте алмайтындарын түсінеді. Келесі бөлмеге өткенде олар М4 автоматтарын тауып алады. Андре барлығына автоматты таратып, қалай пайдалану керектігін түсіндірген соң, бәрі бірге 24-ші этажға түседі. Этаж кең болғандықтан, ол жақта террористердің де саны көптеу. Ойыншылар командалық жоспар бойынша террористерді қырып бастайды. Бір кезде Андре күтпеген жерден адамды оқтан құтқарып жилетінен айырылады. Тейлор паника ұстауда. Үйіне қайтқысы келіп жылай бастағанда, оны Шелли жұбатып, бұның жай ғана симуляция екенін ескертеді. Карл бір террористі атып, енді кетіп бара жатқанда тығылып тұрған террорист оның артынан атады. Жилетінен айырылған Карл берілгенін айтпақшы болып бұрылса, террорист оны аяусыз ішінен атып түсіреді. Шелли оны өлтіріп, қиналып жатқан Карлға жүгіріп барса, Карл оқ тигенін шынайы сезуде. Шелли каскасын шешсе, Карлда ешқандай қан жоқ. Сол кезде ар жақтан Андре келіп, өзінің аптечкасын беріп, оны аман алып қалады. Команда демалмақшы болып шешті. Адам бұның бәрі реалити шоу деп ойлап тұр, ал Захид болса каскасын шеше алмағандықтан паника ұстауда. Оның ойынша жоғардағылар оларға әдейі жаңа соғыс технологиясын сынамақшы, және де Андреның бұған қатысы бар деп ойлайды. Бәрі Андреден шындықты айтуын талап етіп жатқанда, олар роботтың террористер қайта тіріледі деген сөзін естімей қалады. Андре ашуланып әжетханаға барып есін жинамақшы. Бір кезде бір нәрсе сезіп каскасын қайта тақса, артында жау тұрған көреді. Жараланған Андре өзінде емдейтін ешқандай аптечка қалмады. Эдвардты бір террорист атып түсіреді, бірақ ол уақытында аптечкасын пайдаланып аман қалады. Тейлор болса қорыққаннан қашпақшы, бірақ астына түсейін десе, тоғырып тұрған сымнан өте алмайтынын аңғарады. Адам ойланбай гранатаны лақтырып қарсыластарын жарып жібереді. Осы кезде қансыраған Андре барынша көмек сұрап айғайлауда, бірақ қалғандары оны естімейді. Уровень аяқталысымен робот адамға жақсы көрсеткіш үшін оған жоғары ұпай жазады. Бәрі тынышталғанда барып, команда Андреның қиналған дауысын естиді. Олар Андрені табам дегенше, Андрені шлем тоқпен ұрып өлтіреді. Қалғандары оны қимылсыз жатқанын көріп, оған дем бермекші, бірақ кеш болатын. Олар Андреның шлемнің кесірінен өлгенін түсінеді. Сонда Захид тұрып, Карлдан шлемді сындыруын сұрайды. Карл бар күшімен ұрғандықтан Захид жарақат алып қалады. Беген жерден сержант пайда болып, Захидті тепкілей бастайды. Неге десеңіз, ол шлемді сындырам деп ойын ережесін бұзған болатын. Сержант ойыннан шыққысы келетіндерді ауыр жаза күтіп тұр деп ескертеді.
Ойыншыларда соғыс тәжірибесі болмаса да, олар бірнеше уровеннен аман шығады. 19 этажда оларға тек пышақты пайдалану керек деген талап қойылды. Келесі уровенде Адам мен Карлға оқ тисе де, ойыншылар оларды құтқарып қалады. Уровень біткен соң олар сыртта түн екенін көреді. Захид жердегілерден көмек сұраймын деп терезені сындырмақшы. Осы кезде қайтадан сержант пайда болып, оны баспалдақтан бір тебеді. Аяғы сынған Захидті команда оны көрінбейтін жерге жасыруда. Біраз уақыттан соң Захид көп қан жоғалтып сол жерде өліп кетеді. 11 этажда Марктың аяғына оқ тиіп, Шелли оған өзінің аптечкасын беріп құтқарып қалады. Үрей үстінде Тейлор дәретханаға қашады. Сол жерде ол террористті кезіктіріп, оны пышақпен өлтіреді. Уровень аяқталған соң, бәрі бір жерге жиналып демалмақшы. Әркім өз өмірлері жайлы айта бастайды. Шеллидің ата-анасы қайтыс болған екен, ал Карл болса жалғыз тұрады. Адамда тек Альцгеймермен ауыратын әжесі ғана бар, ал Марка ажырасқан, ал Эдвард болса жетім болып өсіпті. Олар ақырында өздерінің неге осы ойынға таңдалғанын түсіне бастайды, өйткені олар жоғалса, оларды іздейтін ешкім жоқ екен. 9 этажда команда террористті қинап жатқан сержантты көреді. Келесі миссия бойынша олар бомбаны тоқтату үшін кодты білу қажет. Террорист орыс болып шықты. Эдвард оны аяусыз тоқпен қинағанда ғана шыдамаған террорист кодтың Пушкин екенін айтады. Бірақ Адам оны жазса, код қате болып шығып, бомбаның уақыты жүре бастайды. Ашу үстінде Тейлор террористті атып түсіреді. Марка ашуланып Адам мен Тейлорға бір-бір соққы жегізеді. Ойыншылар сержанттың лифтті ұстап тұрған көріп жүгіріп кіруде. Лифт 5 этажға тоқтағанда, Марка есікті күшпен ашып, Адамнан басқасының бәрін шығарып жібереді. Осылай, Адам мен Марко лифтпен 3-ші уровеньге түседі. Осы кезде қалғандары 5-ші уровеньді өтуде. 4-ші этажға түскенде жаулары оларға дымовая шашканы лақтырады. Карл түтінді көріп паника ұстайды. Өйткені оның айтуынша, қызы өрттің кесірінен қаза болған екен, және де Карлдың денесінде содан іздер қалған. Марко Карлға пистолет тақап, оны алдыда жүруге мәжбүрлейді. Сол кезде террорист шығып, оғы таусылып қалған Карлды бірнеше рет атады. Аптечкасы қалмаған Карлды шлем тоқпен өлтіреді. Осылай ойында тек 5-еуі қалды. Ойыншылар 4-ші уровеньді бітіріп, Марко тығылып отырған 3-ші этажға түседі. Ол жерде не болғанын біліп, 4-еуі Маркосыз 1-ші этажға дейін барады. Сонда Марко ақырын олардың артынан ереді. Тейлор аптечканы іздеуге кетіп, әзер біреуін тапқанда, артынан Марко шығып, оның қолынан ұстап, аптечканы беруін талап етеді. Келіспеген Тейлорда Марко менің бұрынғы әйеліме ұқсайсың деп атып өлтіреді. Жолда Карл Марконы кезіктіріп, Тейлорды көрмедің ба деп сұрағанда, Марко көрмедім деп жауап береді. Карл Марко шыққан бөлмеге барса, жерде қансырап Тейлор жатыр. Марконы шын өмірде өлтірмекші болып, Карл оның артынан шабуылдайды, бірақ Марко күші көп болғандықтан оны бірінші құлатады. Осы кезде сержант келіп Марконы осы үшін тоқпен өлтіреді. Қалған 3 ойыншы уже жер асты парковкасында. Ол жерде оларды соңғы уровень күтіп тұр. Үшеуі қарсыластарын жойып кетке жатқанда, фургоннан соңғы бос шығып, Карлды пулеметпен атқылайды. Өлім үстіндегі Карл аптечкасын енді қолданға жатқанда, ол Шеллиға да оқ тиген көреді. Эдвард босты гранатометпен өлтіріп, бомбаны өшіріп үлгереді. Карл болса, өзін құрбан етіп, соңғы аптечкасын Шеллиға құяды. Осылай марқұм Карлдың арқасында Шелли аман қалады. Ойын соңында тек 2 ойыншы аман қалды. Бір кезде қастарына парад формасын киген сержант келіп, оларды ойынның аяқталуымен құттықтайды. Эдвард сержанттың әр айтқан сөзін қайталап тұрғанын көріп, Шелли оның сатқын екенін түсінеді. Сол кезде виртуалды әлем жоғалып, денелерді алып кетуге 3 охрана шығады. Шелли оларды атпақшы болғанымен, охраналар оны дәрімен ұйықтатып тастайды. Ойыншылар жайлы барлық ақпарат базадан өшірілді. Бір кезде Шелли есін жинағанда, оған Эдвард келіп, оның аман қалатынына күмәні болғанын айтады. Шелли, неге менің достарымды осы үшін құрбан еттің дегенде, Эдвард керісінше оның өміріне бір мағына бергенін айтып, полиция қызметкерлеріне барудың пайдасыз екенін түсіндіреді. Өйткені оған ешкім сенбесе керек. Эдвард охранасына Шеллиға тағы да ұйықтататын дәрі ғой деп бұйырып кетіп қалады. Сонда Шелли шприцті охрананың өзіне тығып, оның пистолетін алып үлгереді. Трансформаторды атып түсіріп, парковкадағы жарықты сөндірген Шелли Эдвардтың тағы да 2 охранасына атып өлтіреді. Эдвард қанша жалынса да Шелли бұл ойынан жалыққанын айтып, оның тура басынан атады. Осылай, жалғыз қалған Шелли сыртқа шығып, таза ауамен жарықты сезінеді. Осылай, біздің призыв атты киномыз аяқталады. Әрине, подписаться және лайк кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар.
Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де келесі жүздескенше сау болыңыздар.